Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 жылда өткен ауылдық олимпиада математика пәнінен 9 сыныптар арасында бірінші іріктеу кезеңі 22-ші есепті шығарамыз. X нақты сан екен. X нақты сан. X куб қосылған 1 бөлінген X куб тең 2. Мына жерден енді x бөлімінде тұр, демек x тең емес 0-ге деп жаза аламыз. X 0-ге тең емес болса, ортақ бөлімге келтіру үшін x кубқа көбейтіп жіберсек болады екен. Мына теңдеуді x кубқа көбейтіп жібереміз. Сол жағында, оң жағында не істейміз? Көбейтіп жібереміз x кубқа. Сонда x куб көбейеді. X-тің 6-шы дәрежесі болады. Мына екеуі қысқарып кетеді. 1 болады. Мына жерде 2x куб болады екен. Енді барлығын бір сол жаққа өткізіп жіберейік. Сонда мына жерде x кубты 1t деген әріппен белгілеп алсақ, t квадрат минус 2t плюс 1 тең 0 болады екен. Енді мынау t минус 1-дің квадраты болады, t минус 1-дің квадраты тең 0. Демек, t минус 1-дің өзі де 0-ге тең екен. t тең 1 болады екен. t мен нені белгілеп едік? X-тің кубын, X-тің кубы 1-ге тең болса, X-тің өзі де 1-ге тең болады. Нені табу қажет бізге? X квадрат плюс 1 бөлінген X квадрат. 1-дің квадраты қосылған 1 бөлінген тағы да 1-дің квадраты. Сонымен 1 қосылған 1 2 деген жауап болады екен. 2 деген жауапты белгілейміз. Енді теңсіздік бар бұлай. Мысалға А қосылған 1 бөлінген А модулі үлкен немесе тең болады 2 деген теңсіздік бар. Енді мына жерде теріс сандарда, оң сандарда болуы мүмкін, сондықтан модуль қойылған. Енді теңдік орындалу үшін, теңдік орындалу үшін не болу керек? Теңдік орындалу үшін екеуі де бір-біріне тең сандар болу керек екен. А 1-ге тең болу керек, теңдік орындалу үшін. Немесе А тең болу керек минус 1-ге. Екеуі де тең болу керек деп айттық. 1 бөлінген А мен 1 бөлінген А, екеуі тең болу керек. Сонда А квадрат минус А квадрат тең болу керек 1-ге. Сонда А тең болады плюс минус 1-ге. Сонда мына теңсіздікті білсек, бірден байқауға болады екен. Мына x кубтарының орында не тұр? 1 тұр, немесе минус 1-лер тұрған. Енді минус 1 тұратын болса, мына жауапта минус 2 болу керек. Сондықтан x-тің орында 1 тұрғанын мына жерде 2-ден 1-ден байқауға болады екен. X тең 1 болады. Сонда мына жерге орнына қойып жіберсек, 1-дің квадраты плюс 1 бөлінген 1 квадрат ол 2 болады екен. Осылай екінші тәсілде бар. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.